сіздер ме құрметті ата-аналар жиналысына қош келдіңіздер. Бүгінгі жиналыстың күн тәртібі: бірінші, екінші тоқсандағы 6 А оқу үлгерімі және тәртібі. Екінші, жаңа жылдық мерекеде қысқы каникул уақытында балалардың қауіпсіздік ережелерін сақтауы. Білімді ұрпақ жарқын болашақ екенін есте сақтайық. Екінші тоқсанда біздің сыныпта 2 оқушы үздік, оқу екпінділері 7. 6 оқушы 3 пен 4-ке оқиды. Қарақат пен Айдын 2 сабақтан 3, Жұлдыз 1 сабақтан 3 пен кетті. Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті деп Аристотель айтқандай, білім мен өнер балалар болашағының жарқын болуына бірден-бір кепіл. Балаларымыздың біліп алуына жауапкершілікпен қарайық. Жиналысымыздың екінші мәселесі бұл қыс мезгілінде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Ең бірінші, мұз үстінде абай болу. Мұздың 15 см қажетті қалыңдығы болмаған жағдайда оның үстіне шығуға болмайтындығын балаңызға ескертіңіз. Теріні үсітіп алмау үшін ауаның температурасы өте төмен болған жағдайда серуендеуге шығармаңыз. Ауа райы туралы мәліметтен үнемі хабардар болыңыз. Алыс жолға баламен шықпаңыз. Пиротехникалық заттарды, бенгаль шамдарын, петарда, отшашуларды үлкендердің қарауымен қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып пайдалану керек. Ғимараттардың ішінде ондай заттарды пайдалануға тыйым салынады. Естеріңізде болсын: өрт тілсіз жау. Сырғанаққа, мұз айдынына барғанда қауіпсіздік ережесін сақтау керектігін үнемі ескертіп отырыңыз. Қараңғы түскен уақытта 22:00-ден 06:00-ге дейін балалар мен жас өспірімдерге үлкендерсіз көшеде жүруге заңды түрде тыйым салынатындығын да ескеріңіз. Жолда, көшеде келе жатқанда бейтаныс адамдармен қарым-қатынасқа түспеуге, сөйлесуге болмайтынын үнемі ескертіп отырыңыз. Құрметті ата-аналар, тыйым салынған сайттарды пайдалануды шектеу мен тыйым салу бойынша шараларды іске асырыңыз. Жеке компьютерлерге, ноутбуктер, планшеттер мен смартфондарға ата-ана бақылауы сервисін қоюға кеңес береміз. Сонымен қатар балаларға қираған, бұзылған ғимараттарға, ескі үйінділерге бармауын ескертіп, ондай жерлердің қауіптілігі туралы айтыңыз. Жол бойында қазылып жатқан орлардың, шұңқырлар мен құдықтардың маңына абайлап жүру керектігін, айналып өтуге тырысу керектігін түсіндіріңіз. Бұралқы жануарлардан сақ болу керек, олармен ойнамауды айтып отырыңыз. Сақтықта қорлық жоқ. Қауіпсіздік ережелерін түсіндіруде мына суреттегі қысқы кездегі қауіпсіздік техникасын назарда ұстаңыз. Бүгінгі жиналысымыздың шешімі: берілген ақпаратты назарға ала отырып, ата-ана мектеп оқушы үштігі арқылы жұмысты жалғастыру. Екінші, қысқы каникул уақытында ата-ананың бала өмірі қауіпсіздік ережелерін сақтауы және жауап беруі. Құрметті ата-аналар, жаңа 2021 жыл құтты болсын. Сіздерге келіп жеткен 2021 жаңа жылда жағымды жаңалықтар мен толағай табыс тілеймін. Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болып, отбасыңызға баянды бақыт пен бақ-береке келсін.